Және құтты болсын, жеңісіңіз өте жақсы жекпе-жек. Айтып берсеңіз қалай болды барысы? Мен негізі кеше бірінші жекпе-жек өту керек едім. Айбаның қоластындағы елдермен шығу керек, бірақ олар бір жағдай болып шықпай қалды. Енді бүгін енді бірінші рингті сезіну күні, бірінші жекпе-жек болған екен, әрине кішкене қобалжу болды. Кішкене ринг дайын емес сияқты, кішкене ринг жылжитын сияқты, сондай бір түрлі болып тұрды мен өзімше да. Енді мынау Мексикаға келетін жоқ. Бұлар енді әуесқой бокс дамыған мемлекет қой, мексикалықтар. Удардан қорықпайтын келе береді. Бірінші, екінші раундта қанша удар тиісті, бірақ көрдіңіздер, алға қарай жұмыс істеп, үшінші раундта кішкене шаршағаным ба, енді кішкене білінген. Бірақ үшінші раундта осы аяқта бапкерлердің негізі тактикасы үшінші раундта аяқта істеп кету керек. Бір мен екіні тұрған екен, ұпай санын жақсы ұстап, үшінші раундта кішкене аяқта істеу керек еді. Енді кішкене сәттер болды, орында тұрып қалдым, енді аяқты енді ойлаймын, енді өзім жекпе-жектен жекпе-жекке ашылып жатырмыз деп ойлаймын. Енді барлықтарыңызға рахмет. Жақсы, саған да рахмет, сәттілік тілейміз.